бесінші сынып оқушылары, бұл сабақта біз сіздермен English Class 5 Students Book Unit 5 The Months and the Seasons тақырыбы бойынша берілген сабақтағы жаттығулардың жасалу жолымен және жауаптарымен танысып боламыз. Page 58, 58-ші бет. Сабақты бастамас бұрын, басқа да пайдалы сабақтарды жібере алмау үшін осы каналға тіркеліп, егер сабақ пайдалы болса, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, жұмысымды бағалап кетіңіздер. Now, let's begin our lesson. Сабағымызды бастайық. Exercise 1. Бұл сабақта балалар the months ай атаулары, seasons жыл мезгілдеріне байланысты жаттығулармен жұмыс жасайтын боламыз. Exercise 1. Match the words with the photos in the months quiz. Төмендегі берілген, яғни бұл жыл мезгілдері autumn, spring, summer, winter. Autumn күз, spring көктем, summer жаз, winter қыс сөздері төмендегі мына суреттермен сәйкестендіріп шықтайды сауалнама бойынша. The first, autumn, leaves, жапырақтар. Күз дегенде жапырақтар есімізге түседі. Winter, қыс деген кезде бізге қар есімізге түседі. Snow, қар дегеніміз. Spring, lamps, қозылар. Summer, sunshine, шуақты күн. Next exercise 2. Copy and complete the names of the months, then listen and check. Төмендегі берілген, сіздерге төменде ай атаулары берілген, бірақ әріптер түсіп қалған. Сол әріптерін толықтырып, көшіріп жаз дейді. Одан кейін неңізді, жауабыңызды тыңдалым арқылы тексер. Жоғарыдағы сілтеме бойынша өтіп, жауаптарын тексерсеңіздер болады. The first, January, қаңтар. The second, February, ақпан. March, наурыз. April, сәуір. May, мамыр. June, маусым. July, шілде. August, тамыз. September, қыркүйек. October, қазан. November, қараша. December, желтоқсан деген сияқты ай атаулары шықты. Next exercise 3. Do the months quiz. Ай атауларына байланысты берілген сауалнаманы толықтыр дейді. What is the 8th month of the year? Яғни жылдың 8-ші айы. Жылдың 8-ші айы бізде. Now let's answer the questions. The first, what is the 8th month of the year? Жылдың 8-ші айы. The 8th month of the year is August. Жылдың 8-ші айы август, яғни тамыз. The second, when is Midsummer's Day? Жаздың Midsummer Day күні қашан? Midsummer Day is on 21st of June. 21-ші маусымда Midsummer Day. The third, when is New Year's Day? Жаңа жыл қашан? New Year is on the 1st of January. 1-ші қаңтарда. When is Құрбан айт? Құрбан айт мерекесі қашан? Құрбан айт is on 6th of June. Білесіздер, бізде Құрбан айт мерекесінің уақыты өзгеріп тұрады. Бұл 2025 жылғы примерно уақыты. Шамамен Құрбан айт мерекесі 6-шы маусымда болады екен. Next. When is the next holiday? Сенің келесі демалысың қашан болады? Next holiday is on 25th of December, yes? Яғни біздің келесі мерекеміз 25-ші желтоқсан күні бізде мереке күні байланысты демаламыз. Next, the sixth. When is the next festival or celebration in your town? Сенің қалаңдағы немесе жаңағы келесі мереке қашан? The next celebration is New Year on 1st of January. Яғни біздің еліміздегі келесі мереке бүкіл ел болып тойлайтынымыз бір жаңа жыл, yes? Next. What are your favorite months and seasons? Why? Сенің сүйікті айларың және де жыл мезгілдерің және де не үшін? My favorite month is January and my favorite season is winter because I like New Year. Яғни менің сүйікті айым қаңтар және де сүйікті жыл мезгілім қыс деп жаздым, себебі маған жаңа жыл ұнайды. Next, the eighth. Which months and seasons are not your favorites? Why? Сенің сүйікті емес жыл мезгілің және де айың. Және не үшін ол сүйікті емес? The 8th, October and November aren't my favorites because I don't like rainy weather. Яғни бұл жерде қазан және де қараша айлары менің сүйікті айларым емес, себебі маған жаңбырлы ауа райы ұнамайды деп жаздым. Яғни бұл сұрақтарға сіздер бұл жерде 4-ші сұрақтан бастап сіздің жауаптарыңыз өзгеруі мүмкін.
Next exercise 4. Look at the magazine cover. Яғни мына журналдың мұқабасына қара дейді. Then listen to an interview with Lady Tara Toffingham, March seasons 1 to 4 with 4 of the places. Яғни тыңдай отырып, мынау жыл мезгілдерінде Леди Тара қандай жерлерге барады, соны табуымыз қажет. Жоғарыдағы сілтеме бойынша тыңдалымды тыңдасаңыздар болады. Winter, Switzerland, яғни Швейцарияға барады екен қыстың күні. Spring, Рио-де-Жанейро, көктемнің кезінде Рио-де-Жанейро қаласына барады. Summer, жаздың күні Лондон. Autumn, күздің күні Нью-Йорк немесе Бостон қалаларына барады. Yes, next. Exercise 5. Listen again, яғни тыңдалымды қайттан тыңда дейді. Then make 5 sentences from the words in columns A to B. Яғни мынау нені тыңдалымды тыңдап отырып, екі кестені пайдаланып, дұрыс сөйлемдер құрастыруымыз қажет Леди Тара туралы. The first. A shop makes clothes for Mr. Diddley. Яғни дүкендер Mr. Diddley дегеніміз, иті оның, осы итке арналған киімдер жасайды. Lady Tara doesn't dance. Lady Tara билемейді. Mr. Diddley has a big party. Mr. Diddley арналған үлкен кеш болады. They don't travel in summer. Олар жаздың кезінде саяхаттамайды. Their friends visit their house in London. Яғни олардың достары Лондондағы үйіне қыдырып келеді. Next exercise 6. Work in pairs. жұптық жұмыс. Imagine that you are billionaire. Say what you do in different months. Яғни сен өзіңді миллионер ретінде елестет дейді, және де әр айда сен немен айналысатын едің. Сол туралы бірнеше сөйлем жаз дейді. In January, I go to the Caribbean with my friends. Мысалы, қаңтар айында мен достарыммен бірге Кариб аралдарына барамын дейді. Яғни мен сіздерге мысалға бірнеше сөйлем құрастырдым. Өзіңіз туралы басқа да сөйлем құрастырсаңыздар болады. In January, I go to Abu Dhabi with my family. Қаңтар айында мен отбасыммен бірге Абу-Дабиге қаласына барамын. In March, I have a big party with my friends. Наурыз айында мен достарыммен үлкен кеш ұйымдастырамын. In May, I visit London with my friends. Мамыр айында мен достарыммен бірге Лондонға барамын. In June, I stay in Turkey with my family. Және June, маусым айында мен отбасыммен бірге Түркияда қаламын. Тоқтаймын. In September, I travel across the sea. Яғни қыркүйек айында мен теңіз асып, яғни саяхаттайтын боламын дейді. Осымен біз 58-ші беттегі жаттығулардың жасалу жолымен және жауаптарымен таныс болдық. Келесі сабақ бізде present simple нақос жақ бойынша болымсыз сөйлем құрастыруды үйренеміз. Келесі сабақта кездескенше goodbye.